Ассалаумағалейкум қазақ бауырым. Бүгін мен саған биткоиннің тиындарын тегін жинауға болатын новый телеграм бот көрсеткім келіп отыр. Сосын егер де саған интернет арқылы ақша табу, криптовалюта деген тақырыптағы видеолар қызық болса, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпа. Сонымен бүгінгі көрсеткім келіп отырғаны міне мынандай телеграм бот. Бұл телеграм боттың ссылкасын мен телеграм каналыма пост қылып шығарам, сосын сол посттың ссылкасын осы видеоның астына қалдырам. Яғни бұл боттың ссылкасын осы видеоның описаниясына қалдырам. Бұл ботқа ең бірінші рет кірген кезде сенде мына жерде старт деген кнопка тұрады, немесе запустить деген кнопка тұрады. Сол кнопканың үстінен басасың. Бұл ботқа кіріп старт деген кнопканың үстінен басқаннан кейін бұл бот саған SMS жібереді. SMS-тің ішінде бұл боттың 6 телеграм каналы болады. Сол 6 телеграм каналға жазыласың. Содан кейін мына боттың жіберген SMS-інің астында проверить деген кнопка тұрады. Сол кнопканың үстінен басасың. Содан кейін бұл бот саған мынандай капчалар жібереді. Міне мынандай капча жібереді. Капчаны SMS қылып жазып жібересің. Егер де дұрыс тапқан болсаң, мынандай кнопкалар пайда болады сенде де. Егер де дұрыс таппаған болсаң, мына жерде тағы да капчалар жібере береді мынандай. Яғни түсінікті деп ойлаймын да бұл жағы. Енді бұл бот арқылы 1 сағат сайын тегін биткоиннің тиындарын жинап отыруыңа болады. Яғни сатошилар жинап отыруыңа болады. Ол үшін мына жерде бонус деген кнопканың үстінен басасың. Приветственный дегенді басайық. Яғни бұл ботқа кіргеннен кейін тегін сатоши береді екен. Приветственный. Үстінен басамыз. Мына жерде капча шықты. Капчаны орындап болғаннан кейін видеоны қайтадан жалғастырам. Бұл ботта капчаны орындап болдым. Капчаны орындап едім, міне 1000 сатоши берді. Енді 1 сағаттық бонусымызды алу үшін тағы да мына жерде бонус деген кнопканың үстінен басамыз. Мына жерде раз в час деген кнопканың үстінен басамыз. Тағы да мынандай капча шығарды. Видеоны тағы да тоқтата тұрам. Капчаны тағы да дұрыс таптым. Бұл бот 1 сағат сайын 25 сатоши төлеп отырады екен. Яғни 25 биткоиннің тиынын төлеп отырады екен. Яғни түсінгеніңдей, бұл ботқа ең бірінші рет кірген кезде приветственный сатоши береді. Приветственный сатоши 1000. Яғни 1000 биткоинның тиынын береді. Содан кейін бұл ботқа 1 сағат сайын кіріп 25 сатоши тегін жинап отыруыңа болады. Бұл бот арқылы сатошиларды қалай жинайтынын түсіндің деп ойлаймын. Енді бұл бот арқылы жинаған сатошиларыңды шығарып алу үшін мына жерде аккаунт дегеннің үстінен басасың. Мына жерде вывести сатоши дегеннің үстінен басасың. Бұл бот арқылы минимально 6000 сатоши жинағаннан кейін шығарып алуыңа болады екен. Сосын айтпақшы, егер де сенде крипто кошелек жоқ болса, мынандай крипто кошелек бар, Faucet Pay деген. Мен бұл сайт туралы видео түсірдім. Егер де ол видеоны көрмеген болсаң, ол видеоның ссылкасын осы видеоның астына қалдырам. Енді Faucet Pay'ден өзіңнің биткоин адресіңді алу үшін мына жерде депозит деген кнопканың үстінен басасың. Төмен қарай түсесің. Мына жерде биткоин деген тауып аласың. Мынау биткоин адресіміз, яғни биткоин кошелегіміздің адресі. Үстінен бір рет басатын болсақ, биткоин адресімізді копировать етіп аламыз. Мына бот арқылы минималканы жинағаннан кейін, яғни 6000 сатоши жинағаннан кейін, жаңағы Faucet Pay'дегі биткоин адресіңе шығарып алуыңа болады. Енді бұл бот арқылы сәлде болса көбірек сатоши жинағың келетін болса, бұл ботқа өзіңнің достарың шақыруыңа болады. Яғни бұл ботқа рефералдар шақыруыңа болады. Бұл ботқа рефералдар шақыру үшін мына жерде пригласить друзей деген кнопканың үстінен басасың. Бұл боттың реферальный программасы 3 уровенді. Бірінші уровендегі рефералдар үшін 200 сатоши төлейді. Екінші, үшінші уровендегі рефералдар үшін 40 сатошидан төлейді. Реферальный ссылкаңды мына жерден копировать етіп аласың. Реферальный ссылкаңды достарыңа немесе тағы да басқа адамдарға таратасың.
Сосын егерде сенде мынадан да басқа интернет арқылы ақша тауып жүрген телеграм боттарың болса, мына телеграм бот арқылы сол телеграм боттарыңа рефералдар шақыруыңа болады, яғни адамдар шақыруыңа болады. Ол үшін мына жерде рекламодателем деген кнопканың үстінен басасың. Мына жерде заказать рекламу дегенді басасың, мына боттың администраторына жазасың. Мына жерде рекламаның бағасын жазып қойған, өзің қарап шықсаң болады. Егерде мына жердегі бағалармен келісетін болсаң, өзіңнің рекламаңды мына боттың қолданушыларына көрсетуіңе болады. Сосын айтпақшы, егерде сен бұл ботқа рефералдар шақырып білмейтін болсаң, яғни адамдар шақырып білмейтін болсаң, бұл ботқа басқа боттар арқылы рефералдар шақыруыңа болады. Мен телеграм каналыма біраз телеграм боттардың ссылкаларын шығардым. Егерде көрмеген болсаң, ол боттардың ссылкаларын менің телеграм каналымнан қарап біліп алуыңа болады. Телеграм каналымның ссылкасы осы видеоның астында, яғни осы видеоның описаниясында. Бұл ботқа мынандай телеграм бот арқылы рефералдар шақыруыңа болады. Workbot деген бот. Бұл боттың да ссылкасын мен осы видеоның астына қалдыратын болам, яғни осы видеоның описаниясына қалдырам. Бұл бот арқылы жаңағы телеграм ботқа рефералдар шақыру үшін ең бірінші бұл боттағы балансың толтырасың, яғни балансыңды ақшамен толтырасың. Балансың толтыру үшін мына жерде личный кабинет дегеннің үстінен басасың. Мына жерде пополнить дегеннің үстінен басасың. Бұл боттағы балансыңды Kiwi кошелегі арқылы Яндекс PR арқылы толтыруыңа болады. Сосын егерде сен бұл боттағы балансыңды банк карточкаңмен немесе тағы да басқа жолдармен толтырғың келетін болса, бұл боттың администраторына жазасың, банк карточкаммен толтырғым келеді деп. Егерде келісетін болса, бұл боттағы балансыңды банк карточкамен толтыруыңа болады. Бұл боттағы балансың толтырғаннан кейін мына жерде прокачать дегеннің үстінен басасың. Мына жерде телеграм дегенді басасың. Сосын мына жерде бата дегеннің үстінен басасың. Сосын бұл боттағы бір реферал үшін, яғни бір переход үшін 25 копеек төлейсің екен. Егерде жаңағы телеграм ботқа 1000 реферал шақырғың келетін болса, бұл ботта балансыңды 250 рубльге толтырасың, и бұл бот арқылы жаңағы телеграм ботқа рефералдар шақыруыңа болады. Мына жерде добавить бата дегеннің үстінен басасың. Мына жерге қанша реферал керек санын жазасың. Сосын жаңағы телеграм боттағы реферальный ссылкаңды қоясың, жібересің, и саған жаңағы ботқа жаймен мына бот арқылы рефералдар келіп бастайды. Яғни ақша тауып бастайсың. Яғни түсінгеніңдей жаңағы көрсеткен телеграм ботыма мына бот арқылы немесе тағы да басқа боттар арқылы осылай рефералдар шақыруыңа болады, егерде рефералдар шақырып білмейтін болсаң. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтағым келіп отыр. Егерде бұл видео саған ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс. Сонымен келесі видеода кездескенше.